Номер 68 Нәзір Төреқұлов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8 Б сынып оқушысы Қауымбек Кәусар. Табиғатты аялар, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің қалалық форумының экотеатр номинациясы бойынша экология табиғат жүрегі атты көрініс. Бұл көріністе қоршаған ортаны аялау, табиғатты зерттеу, яғни белгілі бір қоршаған ортаны зиянды заттардан қорғау ол біздің міндетіміз. Мен 8 Б сынып оқушысы Төлебай Нұрқанат. Экологиямыз ластанбас үшін біз өз мектеп ауламыздан бастауымыз қажет. Мысалға түрлі ағаштар мен гүлдерді егеміз. Және де мектеп ауласындағы жеміс-жидектерді жинап, біз мектеп асханасына береміз. Мен 8 Б сынып оқушысы Жұмаділ Альбина. Біз табиғатымызды қорғау үшін және оны ластамау үшін қоқыстарымызды қоқыс жәшігіне тастап өңдеуге жібергеніміз дұрыс. Мен 8 Б сынып оқушысы Қуандық Сұлтан. Менің сыныптастарым айта кеткенде осы көптеген үлестеріміз арқылы өзіміздің Қазақстан халқының салауатты өмір салтын ұстануға көптеген үлесімізді қосудамыз. Кезінде бір жер мен адам дос болыпты. Олар жақын дос болғандықтан жер адамға өзінің жемістері мен көкөністерін береді. Көп рахмет. Және өзінің таза ауасын береді. Міне, ол менің маған деген ең қымбат сыйлығым, саған деген ең қымбат сыйлығым. Бұл сенің өміріңді жеңілдете ғана қоймай, өзіне көмірқышқыл газын сіңіріп, саған өмірге қолайлы ауасын береді. Жер досым, саған деген алғысым шексіз. Бірақ бұлардың достығын қоқыс көре алмайтын еді. Привет. Ол қоқыс жер мен адамның достығын қосу үшін айлар тәсілін пайдаланбақшы болады. Қоқыс адаммен дос болып алады. Сәлем қоқыс, қалайсың? Сәлем адам, жақсы, өзің? Жақсы өзің. Мен сенімен дос болуға келдім, болады ма? Әрине мен дос болуға қарсы емеспін. Дос болайық. Қоқыс адаммен дос болғалы бері жаман қылықтар көрсете бастады. Адам, мен саған бір қызық көрсетейін бе? Көрсете ғой, қайда ол? Жүр кетті. Адам, сен бұлай жасай аласың ба? Бұл қалай болды екен сонда? Бұл қызық. Сен не істеп жатырсың? Бұл бізге керек емес зат қой. Жарайды, оны қасым сал. Қоқыс досым, бұл шынымен де керемет екен. Иә, адам, менің басқа да жұмыстарым бар еді, сау бол. Жарайды, сау бол. Ей, достым, бұның не? Сен мені ғана емес, барлық жанұямызды ластап жатсың ғой. Неге? Бұл керісінше қызық емес пе? Жоқ, қоқысты ластау бұл ешқандай да мүлдем қызық емес. Ой, жер досым таста. Керек емес бұлар. Ол не деген масқара? Табиғатты ластауға болмайды ғой. Енді дұрыс болды. Менің адам болсын не өп біттерім? Жер, саған не болған? Неге көңіл жоқ? Менің дос деп жүрген адам досым маған қастандық жасап, бізген табиғатымызды аяламай, оның орнына қоқыстар тастап жатыр. Сен көңіл күйін түсірме. Адам мүмкін қателесіп жүрген шығар. Оған бір ауыз айтып көрейік. Жақсы. Достар, жер, тазалық мені кешіріңдер, сендердің әңгімелеріңді естіп қалдым. Мен өз ісіме осы істеген бар қоқыстарды тастағаныма өте қатты өкінемін. Кешірші мені жер, енді қайталамаймын. Тазалық, мен сенімен жақсы дос болып, осы айналаны, қоршаған табиғатты қорғап жүруге. Мен осы табиғатты енді мәңгі бақи аялап өтуге ант етемін. Кешіріңдерші мені. Я, сенікі дұрыс болмапты. Табиғатымызды аялауымыз қажет. Ол сенің өмір сүріп жатқан бір бөлігің. Оны аялап, оны ластамауымыз қажет. Ендігіде қайталамайсың деген ойдамын. Ендігіде ешқашан қайталамаймыз. Біз енді мәңгі доспыз ба? Әрине. In the night, the stormy night, away she
қоқыс ма? Жоқ адам, мен сенімен мүлдем келіспеймін. Себебі қоқыс мені ғана емес, табиғаттың ауамызды ластайды. Жоқ, кешір мені. Мен бұл ойынмен келіспеймін. Жердосым, мен сенімен келіспеймін. Жаманды да жақсы қылуға болады. Қоқысты да жақсы қылсақ болады. Сонда қалай істейміз? Оны өңдеуге жіберсек болады. Өңдеуден ол қалай болады екен? Қоқыс, қалайсың? Сәлем. Біз саған бір айтайын деп едік. Бізбен де дос болсайшы? Сендер мені қоспайсыңдар? Қосамыз. Егер сен өзіңді өңдеуге жіберсек, сен басқа жаңа зат болып шығар едің. Қалайсың? Қазақ қаламызды өзіміз көркейтейік.